Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар? Біраз қарапайым әдеттер туралы жөнінде біраз әңгіме қозғайық. Негізі әр ана біледі деп ойлаймын. Сонда да жастарға, біраз құлақтарына алтын сырға. Негізі үйді алатын болсақ, үйде кіреберіс бөлмелерде мына кіреберісіңіз ең үлкен рөл атқарады деп айтып жатады, иә. Егер де сіз пәтерде тұратын болсаңыз, кіреберіс есікте міндетті түрде үйіңіздің номері болу керек. Бұл негізі алған кезде ең көп жақсылық шақыратын сіздің үйіңіздің нөмірі деп айтып жатады. Және де егер де сіздің өзіңіздің саныңызға сәйкес келетін болса, үйіңіздің нөмірі, ол сізге үлкен бақыт әкеледі дейді. Және де байлық шақырады деп айтып жатады. Негізі үйіңізде кіреберісті алып қарайтын болсақ, кіреберіс әр уақытта өзіңізге ұнайтын түрде жиналу керек. Әдемі жиналу керек. Және де аяқ киімдер өзінің аяқ киім қойғыш сөрелерінде, шкаф дейміз, жиналып әдемі тұру керек. Негізі әр үйіңізге кірген адам бірінші сіздің кіреберісіңізге кіреді, кіреберісіңізде тұрып қарайды. Негізі әр адамның үйінің жағдайын барлығын кіреберіс айтады деп айтып жатады. Сондықтан да кіреберістеріңізді әдемілеп жинай жүріңіздер. Аяқ киімдеріңіздің шашылып жатпауына көңіл бөліңіздер. Сонымен қатар негізі әр адам, әр ана өзінің үйін өзіне ұнаған стильде әдемілеп жинауға тырысады, иә. Сол сияқты сізде өзіңізге ұнаған түрінде жинап, тазалықта әдемі ұстайтын болсаңыз, сіздің үйіңізге келген қонақтарда қандай керемет әдемі таза үй деп қуанатын болады. Сонымен қатар ас бөлмені алатын болсақ, ас бөлме әйел адамның айнасы деп айтып жатады, иә. Сіздің дастарханыңыз, сол ас бөлмеңіздің жинаған түріңіз, енді қалай жинадыңыз, шкафыңыз қай жағында деген сияқты, қай жаққа қойдыңыз. Негізі айтып жатады, ыдыс аяқты күншығыс жаққа, шкафтарды ыдыс аяқ қоятын шкафтарды күншығыс жаққа қойған дұрыс деп айтып жатады. Оның да негізі келер берер берекесі бар дейді. Енді психологтардың сөздеріне сенетін болсақ, осындай ырымдарды да жасап жатады. Негізі әйел адамның бейнесі, бұл бет бейнесі ас бөлмесі деп жататындықтан, дастарханыңыз әрқашанда таза болу керек, стиліңіздің үсте, ыдыстарыңыздың барлығы тазалықта. Негізі қонақ шақырсаңыз да, қонақ кеткеннен кейін ыдыстарыңызды сол күні жуып, түнге қалдырмай, ертеңгі күнге қалдырмай, қанша көп болатын болса да, негізі апаларымыз айтады ғой, келген адамнан ыдыс көп деп жуатын. Сол сияқты қазіргі заманда әрине келген адамның санынан жуар ыдыстың саны көп болып жатады. Сонда да ерінбей, ертеңгі күнге қалдырмай, қанша шаршап тұрсаңыз да, ас бөлмеңіздің барлығын тазалап, жуып ыдыстарыңызды. Қазіргі кезде негізі көп ақ ыдыстарды шығарып жатады. Оларды да белизнаға салып, көптеп шайып, артынан әдемілеп аппақ болып тұруына енді көмектерін беріп жатады. Сондай қазіргі кезде жуғыш заттар өте көп. Өзіңізге ұнаған жуғыш заттарды алып, ыдыстарыңызды жарқыратып, хрустальдарыңызды жарқыратып, әдемілеп өзіңіздің шкаф сөрелеріңізге жинап қоюға болады. Соны ұмытпай, тазалықта ұстаңыз ас бөлмеңізді. Ол сіздің айнаңыз екенін ұмытпаңыздар. Жатын бөлмені алатын болсақ, жатын бөлмеде ешқандай техника болмау керек деп айтып жатады. Жатын бөлмеде тек жақсылап демалуға жағдай жасалу керек дейді. Және де ұйықтар төсегіңіз болсын, диваныңыз болсын, ұйықтағанға сондай ыңғайлы болу керек дейді. Және де өзіңізге ұнаған сол бөлмеде өзіңізге ұнаған обой жабысып, өзіңізге ұнаған стильде жиналу керек екен. Сонда сіз толық ұйықтап, толық демалатын боласыз. Сонымен қатар
кітапхана бөлме деп жатамыз. Кітапхана бөлмеде негізі балалар сабақ оқиды кей кездерде, немесе жұмыс істеп отырады. Сол сияқты жұмыс бөлмеде де әр уақытта форточка деп айтып жатамыз, желдеткіш міндетті түрде болу керек. Себебі ол бөлмені сабақ оқыр кезде, сабақ оқитынның алдында, жұмыс істердің алдында біраз терезесін ашып желдетіп алсаңыз, әрине сіз көптеген жақсы жұмыстар атқара аласыз. Әрине столыңыздың үсті әр уақытта жиналып, әр нәрсе өз орнында тұрып, кітаптарыңыз кітап сөресінде, столыңыздың, жұмыс үстеліңіздің үстінде ешқандай артық зат болмау керек. Соны білу керексіз. Сонымен қатар қонақ бөлмені алатын болсақ, әркім өзіне ұнаған стильде әдемілеп, әдемілеп жинайды. Қонақ бөлмеңізде әдемі түрде таза болып жиналу керек. Себебі келген қонақтарыңыз сол қонақ бөлмеде отырады, барлығына қарайды, көреді деген сияқты. Кей әйел адамдарды қарасаңыз, көздерімен барлығын сынап қарап отырады. Кейбіреулер сүйсіне қарап отырады. Сол сияқты әр келген қонақ сүйсіне қарап отыру үшін қонақ бөлмеңізді әдемілеп жинап, тазалықта ұстаңыз. Міне, сіздің әйел адамның бет бейнесі, ол өзінің үйі, кіре берісі, ас бөлмесі, қонақ бөлмесі, және де өзінің жұмыс атқарар столының үсті. Сондықтан да үйіңіз таза болсын, әр уақытта сізді барлығы мақтап жүрсін. Мақтауда болыңыз, таза болыңыз. Барлық істерді істеуге тырысыңыз, себебі тазалық байлық шақырады, бақыт шақырады, береке шақырады, молшылықты да шақырады. Сондықтан да тазалықпен дос болыңыз, сау саламатта болыңыз. Сіздермен бірге болған Айжан Исламқызы, қарапайым әдеттер.